Елнұр? Пышақтың жоғарғы жағында не орналасқан? Жақсы. Отыра ғой. Еркебұлан, тұра қойшы. Мынау не? Доптың үстінде қандай ойыншық орналасқан? Отыра ғой. Асылжан, тұра қойшы. Мынау не Асылжан? Машина. Мынау ше? Кукла, қуыршақ. Отыра ғой, жақсы. Қуыршақтың үстінде қандай ойыншықтар орналасқан? Айғылым айта қойшы. Ұшақ, қоңыз. Отыра ғой. Раяна, тұра қойшы. Мынау не? Мынау? Машина. Осының астыңғы жағында қандай ойыншықтар орналасқан? Пирамида, я? Жақсы, отыра ғой. Балалар, әліппе-дәптермен жұмыстың екінші тапсырмасын орындайық. Оң жақтағы бос торгөзге сыйлық қорапшаны жапсырамыз. Астыңғы бос торгөзге допты жапсырамыз. Сол жақтағы бос торгөзге алмұртты жапсырамыз. Төменгі бос сол жақтағы торгөзге зырылдауықты жапсырамыз. Кәні балалар орындайық. Кәні балалар орындап жатсыңдар ма? Өте жақсы, дұрыс орындадыңдар балалар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Өте тамаша, дұрыс орындап екенсіңдер. Жарайсыңдар балалар. Балалар, екінші тапсырманы осылай орындадық па? Жақсы балалар, жарайсыңдар. Балалар, мынау не? Кімдер тағады бұны? Дұрыс айтасыңдар балалар. Балалар, енді әліппе-дәптердегі үшінші тапсырманы орындайық. Мынау сандықшалар. Осы сандықшалардың үстіне біз жаңағы сендер айтқан моншақты жапсыруымыз керек. Моншақты сандықшаға жапсырып шығыңдар. Бірінші сол жағына, екінші сандықшаның оң жағына, үшінші сандықшаның ішіне, төртінші сандықшаның үстіне, бесінші сандықшаның астына жапсырып шығыңдар балалар моншақты. Суреттерге қараңдаршы. Мынау не? Аяулым, тұра қойшы. Мыналар нелер? Құлпынай. Енді қанша санашы? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дұрыс. Бұлар қайда тұр аяулым? Банканың ішінде. Отыра қой, жарайсың. Асылхан, тұра қойшы. Мынау не? Банк. Мыналар нелер? Қызанақта. Мыналар ше? Қызанақ қанша санаш? 1, 2, 3. Қияр ше? 1, 2, 3, 4. Бәрі қанша санап айтып бер? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Бұлар қайда орналасқан? Асылхан? Банканың ішінде. Отыра ғой, жарайсың. Сабақ ұнады ма? Иә. Ұнаса кәні смайліңізді көрсетейікші.